Сәлем достар, бүгін үй жағдайында екі ағзаттан сүзбе жасаймыз. Ол үшін бізге әр үйде бар сүт қатық қажет болады. Менде сүт сәл ашайын деп тұрған, бірақ оны төкпей пайдалы зат жасаймыз. Чашаға сүтті құйып, 15 минут 100 градус екінші жылдамдықта қайнатамыз. Міне осылай сары су бөлінеді. Бұл өте пайдалы ағзамызға. Енді оған қатық қосып, жақсылап араластырамыз. Тағы да 15 минут 90 градус бірінші жылдамдықта қайнатамыз. Ал енді паровая корзина салып сүзіп аламыз. Паровая корзинаға марлі салып сүзіп алсаңыз да болады. Менде 2 литр сүттен 400 грамм сүзбе шықты. Артылған сары суды да төкпейміз, 1,5 литрдей болды. Оны тамаққа дейін 1 стакан ішсеңіз өте пайдалы. Не болмаса нан тағы басқа выпечкаларға қосып, пісірсеңіз судың орнына дәмді шығады. Небәрі жарты сағатта пайдалы сүзбе дайындадық. Енді дүкеннен сатып алмайды деп ойлаймын. Видео ұнаса, достар, лайк басып қолдап жіберейік. Келесі видеода сары май жасаймыз.